Тәкаппарлық деген не ол ең алдымен? Считать себя лучше, чем другие, выше, чем другие. Басқалардан өзіңді жоғары қою, өзіңді күштімін деп ойлау. Адам егер өзін күштімін деп ойласа, басқалардан қарағанда, ол адам дами ма? Жоқ. Өйткені ол жоғарыға қарамайды ғой. Ол мен бәрінен күштімін, қалғанның барлығы менен төмен дейді. И ол төменге қарайды. У меня все идеально, у вас все плохо. И ол ең қызығы, ең көп көрінісі, ол үнемі басқаларға оценка берумен айналысады. Ананы істеген дұрыс емес, мынандай, өмір бақи басқаларға баға берумен айналысады. Мынау жақсы адам, мынау жаман адам, мынау әлсіз адам, мынау әлсіз адам. И бұл адам көп бөледі адамдарды. Бізде қазір қоғамда кәсіпкерлерді көп байқайсыздар ма? Кәсіпкерлердің ғана ортасы. Егер бай болғың келсе, тек қана мықты адамдармен аралас дейді. Но біз мықты адам деп почему-то ақша тапқан адамды ғана ойлаймыз. И ақша таппаса, ол ортаға қоспаймыз. Тек қана ақшасы барларды по статусу. Это разделение.